Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін сіздермен тестте ең көп кездесетін Python тілін бастасақ деп жоспарлап отырмын. Біз ең бірінші бұл Python бізде 6 сыныпта басталады. 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы және 10-шы сыныптың әрбір 3-ші тоқсанында өтілетін тақырып тарау деп алсақ болады. Бұл тарауда негізінен біз білу керек нәрселерді бүгін осы 6-шы сыныптың материалынан бастасақ, жалпы бізде мынау 6-шы сыныптың тақырыбында ең бірінші IDE-мен танысу, одан кейін деректер типтері деген тақырыптар бар. Бұл ең бірінші тақырыбымызда біздің атап айтатын нәрселер Python тілі қай жылы пайда болды, 1991 жылы. Оны Томашты, Гвидо ван Россум. Содан кейін бұны қалай жүктеп аламыз деген нәрсе бар. Сіздер бұл IDL-ді интернеттен жүктеп алсаңыздар болады. Мен мына жерде барлық 6-шы сыныптың оқулығын ашып қойдым. Мынау Қадырқұлов кітабындағы мәліметтер. Келесі мына жерде бізде Мұхамеджановадағы мәліметтер. Сіздерге қазір осы кітаптардың барлығын сілтемесін жіберем. 3 кітапты да салыстырып қарап отырып, ішінде керекті нәрселерін жазып алсаңыздар болады. Негізінен мен қазір Салқараеваны аштым. Алгоритм дегеніміз не? Жалпы ең бірінші білу керек нәрсе бізде алгоритм. Алгоритм алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақты түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбегі. Алгоритм дегеніміз бізге түсінікті тілде жазылған нұсқаулар. Мысалға, жай ғана тамақ істеу алгоритмі дейтін болсақ, бірінші не істеймін? Қазанды жуып аламын. Мысалға, бір білмейтін адам үшін біз жазайық тамақ істеу алгоритміне. Бірінші не істейсің? Қазанды тазалайсың деген сияқты. Екінші, керекті заттарды дайындау, тамаққа етті турау деген сияқты. Үшінші, газды қосу, төртінші мынандай деген сияқты. Бұның барлығы орындаушыға, яғни бұны бір адам орындайтын болса, осыны тізімді жазып беретін болсаң, ол алгоритм. Тамақ істеуді қалай орындайтынын жазып тұрсың, ол тамақ істеудің алгоритмі. Енді бізде алгоритм негізгі 3 түрі бар. Міне, сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм, циклдық алгоритм. Біз 6-шы сыныпта тек сызықтық алгоритмді үйренеміз. 7-ші сыныптың материалында тармақталған алгоритмді үйренеміз, if else деген. 8-ші сыныптың материалында циклдық алгоритмді үйренеміз. Цикл дегеніміз бірнеше рет қайталанатын іс-әрекет. Циклдық алгоритмнің 2 түрі бар, ол for және while. For дегеніміз, бұл тестте бар бұл сұрақтар, параметрлі цикл. Ал while дегеніміз шартты алдын ала тексеру циклі. Мәліметтерді жазып отырсаңыздар болады. Шартты алдын ала тексеру циклі. Тармақталу дегеніміз бірнеше шарттың ішінен біреуін таңдау. Мысалға, бүгін жаңбыр жауса, мен зонтигімді алып шығамын. Зонтигімді мен қандай жағдайда алып шығамын? Егер жаңбыр жауса ғана, мен сонда жаңбыр жауы мүмкін, немесе жаумауы мүмкін деген ішінен жауса зонтигімді алып шығатынын айтып тұрмын. Егер жауса ғана алып шығамын. Немесе, мысалға, бүгін күн жылы болса, мен куртка кимеймін. Ал күн салқын болса, онда мен куртка киемін деген сөз. Сонда шарт қоясың, егер деген. Бұл егер дегеніміз Pythonда if, егер, тармақталғанға байланысты бұл нәрселер. Else
Әйтпесе, бұны алдағы уақытта толығырақ қарастырамыз. Бүгін түсіндіру үшін айтып жатырмын. Енді мынау сызықтық дегеніміз ол командалардың барлығы бірінен кейін бірі тізбектей орындалатын алгоритм. Бүгін осыған тоқталамыз, сызықтық алгоритмге. Мына жерде программа құрудың кіріктірілген ортасы, Python тілінде оқыту. Мына мәліметтердің бәрін жазып алыңыздар. 3 кітаптың мәліметтерін салыстырып отырып, ішінен керектілерін жазыңыздар. Бұның бәріне тоқталмаймыз, себебі ондай көп сөйлеп уақытымыз кетеді. Енді бізде Python тіліндегі ең бірінші функция ол print функциясы. Print функциясының қызметі бұл мәліметті экранға шығару. Print функциясы мәліметті экранға шығарады. Шығару. Print бұл шығару қызметін атқарады. Мысалға, мына жерде жақшаның ішінде наурыз жыл басы деп тұр, иә. Осы нәрсе экранға сол қалпында шығып тұрады. Тура осылай жазамыз, одан кейін ранды басқан кезде осы нәрсе экранға шығатын болады. Қазір осылай айтып, келесі сабақта, келесі бөлімінде барлық мысалдарды Pythonға жазатын боламын. Немесе егер IDL-ды скачать етпейтін болсаңыздар, IDL-ды компьютерлеріңізде жоқ болатын болса, онда Python онлайн деген нәрсе бар. Python онлайн. Осылай жазасыздар интернетке, сосын сіздерге шығады бірнешеуі, ішінен кез келгенін таңдап кіріп, сол жерде жасай берсеңіздер болады. Интернет керек бірақ оған. Егер IDL-ды скачать етіп қойсаңыздар, онда интернет керек жоқ сізге. Мысалға, былай жасайық. Принттің ішіне print тырнақшаны ашамын, Нұрбала деп жазсам, осы сөзім экранға тура осы қалпында тырнақшасыз, тырнақшасыз Нұрбала деген сөз шығады. Мысалға, былай жасайтын болсам, print тырнақшаның ішінде 2 қосылған 2. Нәтижесі не болады? 4 бола ма? Жоқ, 4 болмайды. Бұның нәтижесі 2 қосылған 2 болады. Тырнақшаның ішіне жазылған кез келген мәлімет сол қалпында экранға шығады. Ал егер біз былай жазатын болсақ, print 2 қосылған 2, бірақ тырнақша жоқ, бұның нәтижесі 4 болады. Түсінікті ғой, иә? Енді мен қазір келесі бөлімін түсіндіремін. Айнымалы дегеніміз не, және Pythonда, кәдімгі Python онлайнда ашып, немесе IDL-да ашып, сол жерде жасап көрсететін боламын сіздерге.